Сәлем достар, сіздермен бірге дайреп және бұл ұзақ паузадан кейінгі екінші ролик. Кеше тағы бір ролик шықты, оны да қарауды ұмытып кетпеңіздер. Бүгінгі видео алдам қалма рубрикасының тағы бір сериясы. Бұл серияда мен сіздерге көшеде кетіп бара жатқан адам сіздерді қалай алдап кететінін айтатын боламын. Бұндай жағдайларды ютубта бір орыс айтты, бірақ ол орыс осы схемамен қалай алдау керек екенін айтты. Енді мен сіздерге алданбау керек екенін айтып жатыр. Сіздерді қалай алдап кетеді? Қазір айтатын болам. Ең бірінші, бір адам көшеде кетіп бара жатады, толған ақшасы бар кошелегін жерге түсіріп алады. Кәдімгідей ақша толып тұр. Сосын дәл сол кезде сіз оны көресіз және сіздің қасыңызда тағы біреу көреді. Сосын ол айтады сізге: давай мына ақшаны екіге бөліп аламыз, или мен барлық ақшаны өзім алып кетемін, либо екеуміз бөліп алайық дейді. Сіз оған естественно ақшаның бәрін бергіңіз келмейді, себебі бұл нечестно сияқты көрінеді. Бірақ әйтеуір ішіңізде бір қызғаншақтық пайда болады да, сіз келісесіз оған. Екеуіңіз ақшаны екіге бөліп аласыз. Мысалы, ол кошелектің ішінде 100 000 теңге тұр деп ойлайық. Кошелектің іші 100 000. 50 000-дан бөліп алдыңыздар. Ертесіне полициямен жаңағы кошелегін түсіріп алған адам сізге келеді да сол ақшаны сұрайды. Және доказательство бәрі болады, себебі бұның бәрі ойластырылған. Ақшаны түсіріп алған адам мен сіз сол ақшаны бөліп алған адам, бұл екеуі дос. Екеуі дос, алдын ала бәрін ойластырған. Досы керек уақытта сразу шығады да сізбен ақшаны бөлісуді сізге ұсынады. Сөйтіп бәрі алдын ала ойланылған. Енді полиция келеді. Доказательствоға мысалы камера қойып кетуі мүмкін бір жерге. Сол камераны айтады, типа бұл көшенің камерасы деген сияқты. Әйтеуір случайно болса да әйтеуір доказательство алдын ала істеп қояды, өздері камера қойып қояды или бір адамды қойып қояды. Сөйтіп сіздерге айтады: сен түрмеге отырмайсың, себебі бұл адам ақшаны түсіріп алған, өзі кінәлі деген сияқты айтады полиция. Бірақ ол сізге ақшаны қайтадан қайтарыңыз дейді. Дәл сол уақытта сіз ештеңе істей алмайсыз. Сіздің қолыңызда 50 000 теңге. 50 000 теңгені жаңағы адамның досы алып кетті, ал сіз оны білмейсіз дос екенін. Қолыңызда 50 000 теңге тұр. Тағы 50 000-ды өзіңіздің қалтаңыздан шығаруыңыз керек. Ал егер бөліп алдық деп айтатын болсаң, оған ешкім сенбейді, себебі олар видеоны, жаңағы камераға түсірілген видеоны олар өз пайдасына керекті қылып монтаждап сөйтіп қояды. Сосын все, болды. Сенде дәлел жоқ, ол адам сенің қасыңда бөліп алған адам бар екеніне вообще дәлел жоқ. Ал сенің ақшаны алғаныңа оларда дәлел бар. Осы кезде сен өзіңнің қалтаңнан 50 000 шығарасың және жаңағы 50 000-ды аласың. Сосын 100 000 қалып жаңағы адамға қайтарасың. Сенен 50 000 теңге кетіп қалды. Қалтаңнан босқа кетті. Ал ол адам өзінің 100 000 қайтарып алды. Себебі жаңағы досы оған береді 50 000 және сізден 50 000 шығарып алды. Сондай оның қалтасында 150 000. Ал сіздің қалтаңызда вообще жоқ, сіз 50 000 теңгеге отырғызып кетті. Ал ол досына тең қылып бөліп береді. Тең қылып бөлмейді, оны айтамын. Ол досына 25 000 береді, өзіне 25 000 алады. Осылай алдап кетуі мүмкін. Бұндай жағдайлар көбінесе қалалық жерде болады. Үлкен қала, адамдар көп өтетін жерде, солдай жерлерде болады. Және сіздер осындай жағдайларды, мысалы біреудің қалтасынан ақша түсіп қалған или кошелек түсіп қалған жағдайларды өміріңізде көп өткермеген шығарсыздар. Сондықтан сіздер тупик етіп қаласыздар. Сіздердің бастарыңыз істемей қалады сол кезде. Қазір қандай жолмен жүрген тиімдірек деген сияқты, жақсырақ деген сияқты сіз ойлайсыздар да тупик етіп тұрып қаласыздар. Дәл сол кезде жаңағы досы келеді. Ал сіз оның досы екенін білмейсіз. Ол сізге ұсынады, сізде өзі қызғаншақтық сезім пайда болады. Сіздер ақшаны бергіңіз келмейді, бірақ алғыңыз да келмейді. Ойланып тұрасыздар да жартысын аласыздар.
сөйтіп болды. Ал полиция келгенде вообще сіздер дейтін қалай құтылсам екен деп өзіңіздің қалтаңыздан 50 мың шығарып, сосын жаңағы алған 50 мыңды қосып қайтарасыздар да уф деп отыра қаласыздар. Ал сізден 50 мың теңге кетіп қалды. Сондықтан абай болыңыздар. Бұндай алдайтын адамдар баяғыдан бар. Мен бұндай адамдарды баяғыдан көрдім. ютубта бір видео бар, осылай айтып отыратын бір орыс адам видео түсірді. Ол видеоны вообще баяғыда көрдім. Бірақ қазір кезде де алдауы мүмкін. Сондықтан алданбауға тырысыңыздар, өтінем. Бұл алдам қалма рубрикасы, және ертеңгі видеоны күт. Ертең өте қызық видео шығады. Ал сізден сенмен болған мен, Дайреп. Пока. I'm coming home.